Балалар, бүгін қазақ тіл сабағын бастаймыз. Қазір қазақ тіл сабағы. Кәне, психологиялық ахуал бойынша сабағымызды бастап жіберейік. Кәне, айналаға алақанымен жылуымызды шашайық, сәттілік тілеп күлімсіреп, сабағымызды бастайық. Кәне, орнымызға отырамыз. Сөз құрамы дегеніміз қалай еді, балалар? Кім айтады? Жалғас. Біздің одан әрі бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Жақсы, отыр. Ары қарай. Жақсы. Жалғау дегеніміз? Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау деп атаймыз. Өте жақсы. Жарайсың. Так, топ жетекшілері белгілеп отырыңдар. Кім жауап берді, соған белгі қойып отырамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Сөз құрамына өте жақсы, ережені түсінікті, нақты үйреніп алған екенсіздер. Жарайсыздар. Келесі жаңа сабақ бойынша енді біз балалар қарайықшы. Бірінші жаңа сабақта біз осы филворд ойыны арқылы осы жердегі сөздерді, әріптерді құрастырып, сөз табуымыз керек. Тақырып сонда бізден шығады екен. Кім айтады? Абдурахим. Өте жақсы. Сөз. Міне, сөз. Так, сосын тағы екінші қатардан Қамза. Таптары деген шығады екен. Сонда қараңдаршы балалар, мына филворд ойыны арқылы біз жаңа сабақтың тақырыбын тауып алдық. Солай ма? Сонда жаңа тақырыбымыздың аты сөз таптары деген тақырыпты өтеміз. Кәне оқулықты ашайық. Сөз таптарында біз ең бірінші мақсатымыз зат есімнің сөз табы екенін білеміз, және сөз таптары қаншаға бөлінетінін ажыратып біліп аламыз, және сөз таптарын осы сұрақ қою арқылы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Кәне оқулықты ашайық. Аш оқулықты. Оқулықты ашайық. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші жаттығуға қарайық. Кәне бірінші жаттығуда мәтін берілген. Солай ма? Мәтін бойынша оқимыз. Кәне, даусымызды шығарып оқимыз. Мына топтан Темірлан оқыш. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет. Деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына «Сенің атың Ержан» деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, енді Ержанды өз қолына алып, бесігіне апарып жатқыз, деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын, деп тілектерін айтып жатты. Өте жақсы, Темірлан, өте жақсы оқыды. Мәтінді анық, нақты оқыды. Енді балалар қараңдар, сұрақ қойық арасында. Мәтін мазмұнына қарай бірнеше бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Кәне, әр топтан жұп бойынша бір сұрақ дайындайық. Кәне, сіздер бір сұрақ, сіздер де бір сұрақтан жауап берейік. Кәне, сәбидің аты кім? Назерке, жауап береміз. Сәбидің аты Ержан. Ержан. Дұрыс па, балалар? Дұрыс, өте дұрыс. Бір-бірімізді шапалақтап қояйық. Так, келесі. Кім дайын? Мұстафа. Нартай мен атасы қайда келді? Қамза. Нартай мен атасы көршісіне барды. Көршісінің үйіне Барды. келді дейміз. Так, жақсы. Келесі. Мына топтан сұрақ қояйық. Атасы кімнің үйіне келді? Өте жақсы. Нартайдың атасы кімнің үйіне келді? Аймери жауап береміз. Нартайдың атасы Сәбидің үйіне келді. Көршісінің үйіне келді. Өте жақсы. Балалар, мәтін бойынша сұрақ қоюды үйренуіміз керек. Бір-бірімізге сұрақ қойып білеміз. Жақсы ма? Өте жақсы. Енді қара, келесі тапсырма. Деп тұр. Қалай деп тұр? Мәтіннен кім не деген сұраққа жауап беретін сөздерді табайық. Кәне, атайық. Дұрыс, отыр. Кім? Ата. Али. Кім? Нартай. Өте дұрыс. Кім? Ержан. Ержан. Өте жақсы. Не дегенге жауап береді? Кім бар? Не? Темірлан. Не? Бесік. Дұрыс. Өте жақсы. Міне, кім не деген сұраққа жауап берсе, уже біз не істедік? Нені таптық?
мәтіннен кім не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді теріп айтып бердік. Осы мәтін бойынша қандай салт дәстүрлерді білдік? Балаға ат қою. Ат қоюды біліп атық, солай ма? Біздің осы бөліміміз бойынша біз жаңа бөлім бастап атық, балалар. Салт дәстүр және ауыз әдебиеті деген бөлімді бастап атық. Бұл бөлімді біз тағы қандай сабақтарда өтіп едік? Кім айтады? Иә, Аймери. Әдебиеттік оқуда үйрендік, дұрыс па? Салт дәстүр асыл мұрадан қалған қандай шығармаларды білетін едік? Қандай шығармалар бар еді? Асыл мұраға жататын. Салт дәстүр асыл мұраға жататын. Ұртоқпақ ертегісі, дұрыс. Сосын тағы кім айтады ауыз әдебиетіне? Ауыз әдебиетіне нелер жататын еді? Тек қана ауызша айтылатын шығармалар жататын еді. Солай ма? Енді осы бірінші тапсырма бойынша біз салт дәстүрге байланысты жаңа айтып кетті. Темірлан не қыл деді? Балаға, сәбиге ат қою. Солай ма? Бұл да бір салт дәстүрдің бір түріне жатады екен. Салт дәстүр баяғы ерте заманда ата бабаларымыздың айтып кеткені бойынша осы кішкентай ауылға, үйге келген періштеге, сәбиге үлкен аталарымыз жаңағыдай құлағына не істейтін еді? Құлағына айқайлап тұрып, 3 рет айқайлап, манағы жаңа есімді айтады екен. Осыны естерімізге ұмытпауымыз керек. Солай ма? Осы жерде біз кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді атадық. Солай ма? Сол бойынша біз қазір осы сөз таптары деген тақырып бойынша ары қарай екінші жаттығуымызды қарайық. Қане. Кітапқа қарайық. Осы жерде сөздерді оқы деп тұр. Сөздерді кестеге орналастыр деп тұр. Кім, не істеді, қандай, қанша деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді оқып, теріп жазамыз. Кәне, дәптерімізді ашайық, күннің жадын жазайық. Тақырыбымыз сөз таптары. Жазып болдық па? Жарайсыңдар. Енді кітапқа қарайық, балалар. Сонда ары қарай осы тілімізде әрбір сөздердің атауына қарай түрлеріне бөлінеді екен. Сөз таптары дегеніміз сөз мағынасына қарай, ары қарай сөз мағынасына қарай бірнеше сөз болып не істейді? Сөз табына бөлінеді екен. Олар зат есім, сын есім, сан есім, етістік болып 4-ке бөлінеді екен. Солай ма? Сол бойынша біз қазір бір-бірінен ажыратуды үйренеміз, сұрақ қоюды үйреніп аламыз. Кәне екінші жаттығуға қарайық. Дәк, жарайсың. Ал кім айтады? Кім не дегенге? Кім жауап береді? Кім? Немере. Не істеді? Кім айтады? Не істеді? Үйренді. Сосын? Жасайды. Не істеді? Шақырды. Өте жақсы. Отыр. Дәк, келесі. Қандай кішкентай? Өте жақсы. Қанша дегенге? Омар? 7, дұрыс. 7, қанша? 40. Сонда балалар қараңдаршы. Кім, не деген сұрақ? Сонда заттың несіне қойылады? Заттың кім, не деген? Заттың атына қойылады. Заттардың атына қойылады. Кім, не? Кім? Әже. Кім? Ата. Не? Бесік. Не? Шілдехана деген, не? Үй деген қойылады екен. Заттардың атына қойылады. Ал не істеді дегеніміз заттың несін білдіреді? Қимылын білдіреді. Қимылын білдіретін сұрақтар екен. Не істеді дегеніміз? Бұл кім, не дегеніміз зат есімінің сұрағы. Және де көп адамдар болса, көп заттар болса, кімдер, нелер деп көпше түрле қойылады. Ал не істеді дегенге етістік сөз табының сұрағы екен. Не істеді? Ол қимылды білдіретін сұрақтары. Ал қандай дегеніміз? Ол сын есім сөз табының сұрағы. Қанша дегеніміз? Сан есімнің сұрағы екен. Сонда сөз таптары дегеніміз бұл жерде ереже шығып тұр, солай ма? Ереже. Сөз мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Олар зат есім, етістік, сын есім, сан есім болып 4-ке бөлінеді екен. Сонда сөз табы нешеге бөлінеді, балалар? 4-ке бөлінеді. Қандай? Зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Жарайсыңдар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Кәне балалар, бір сергіту сәтін жасап жіберейік.
Так, жарайсыздар. Бұл қошқар мүйіз, мысалы, түйе табан мүйіз, құс тұмсық мүйіз арқылы біз жаттығуларды жасадық. Солай ма? Біздің қазіргі бөліміміздің аты қандай балалар? Салт дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімі бойынша өтіп жатырмыз. Соған байланысты біздің алдымызда қандай салт дәстүрге байланысты қандай мерекелер келе жатыр? Қандай ай? Наурызда қандай мерекелер бар еді балалар? Есімізге түсіріп жіберейікші. Наурыз мейрамы. Дұрыс айтамыз. Сосын? Наурыз көже. Қай уақытта орындалады еді? 14-ші наурыз күні біз бәріміз бір-бірімізбен не істейміз? Құшақтасып көрісеміз. Солай ма? Жақсы. Осы салт дәстүрге байланысты не екен? Дәстүрлеріміз екен. Ары қарай біздің өтіп отырған тақырыбымыз бүгінгі сөз таптары. Солай ма? Сөз таптары дегенге ережені қарайық, оқулыққа қарайық балалар. Оқулыққа қарайық. Кім оқиды? Қамза. Неше сөз табына бөлінеді. Олар зат есім, етістік, сын есім, сан есім, сөз таптары. Жақсы, дұрыс. Так, келесі, үшінші жаттығуға қарайық. Дәптерге жазамыз. Берілгені жас баланы қалай айтатын тауып жаз дейді. Жас баланы, мына жерде сөздер берілген, сол сөздердің көп нүктенің орнына әріптерді қойып жазамыз. Так, кім орындайды тақтаға? Кел. Қатесіз, сауатты, көркем жазамыз. Дәптерді дұрыс пайдаланамыз. Қандай сөз бірінші оқып тұрып жазамыз? Сәби. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Бөпе. Өте жақсы. Уасила өте жақсы орындады. Кәне дәптерге әдемі жазадық па балалар? Сонда біз сәбилерге қандай сәбилерді қалай айтады екенбіз жас бала сәбилерді? Сәби, бөпе, бөбек, балапан. Өте жақсы. Міне көрдік па? Жас баланы сонда сәби, бөпе, бөбек, балапан деп атайды екенбіз. Солай ма? Сіздер де мамаларын сөйтіп еркелетеді ғой, солай ма? Бөбегім, құлыншағым, балапаным деп, солай ма? Төртінші жаттығу. Кім оқиды? Берілген. Раяна оқыш. Не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтан жаз. Топтап жаз дейді. Дұрыс айтамыз. Үлгіде кім? Мына жерде сөздер тұр. Кім оқиды сөздерді? Оқимыз. Абдурахим. Дәрігер, ұста, ұшты, күріш. Жақсы. Кім деген сұраққа жауап беретін? Қайсысы? Кім? Я, Абдурахим. Кім, ұста. Өте жақсы. Отыра ғой. Ары қарай. Кәне, топтық жұмысқа сіздерге берем. Топтық жұмыс. Тез ойла, тез ойна арқылы. Бүгінгі берілген сөздерге бүгінгі тақырып бойынша кәне орындап шығамыз. Мә, Али, топтық жұмыс. Үшеуің бірге, төртеуің бірге. Тез, мұнаға беттестіріп шығамыз. Тез ойла, тез ойна арқылы. Тез орындаймыз. Кім орындап шығады? Қай топтайын? Так, кім болды? Мына топ болды ма? Мынау дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. Так, мынау дұрыс. Мынау дұрыс. Мынау дұрыс. Так, мынау дұрыс. 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 Жарайсыңдар. 10 балл. Дұрыс. 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 Жарайсыңдар. 10 балл. Жарайсыңдар. Бір-бірімізге қолымыз шапалақтап қояқ. Так, жарайсыңдар. Келесі. Так, бүгінгі өткен тақырып бойынша кәне. Бүгін біз қандай сөз таптарын өттік? Осы бойынша осы жердегі сөздерді беттестіреміз. Кәне, зат есімді табамыз. Бірінші зат есім табатындар. Зат есімге. Омардың тобынан кел. Кәне. Зат есім сұрағы қандай еді? Есімізге түсіреміз. Сұрағы қайсыз? Зат есім сұрақтары қайсыз? Мына жерде. Бол, тез. Ойын, уақыт кетіп батыр. Бол. Так, ары қарай. Тағы. Бір-бірден жеке жұмыс орындайсыңдар. Тез. Сөз таптарына байланысты сөздер берілген. Осыны сұрағына қарай плюс несін қойып шығамыз. Жаңағыдай. Сұраққа қарай сөздерді қойып шығамыз. Стикерге не үйрендік, не қойдық? Кері байланыс бойынша жазасыңдар.
Не үйрендік, не өттік, сол бойынша жазыңдар. Так, енді соңғы 5-ші шығармашылық неге тапсырмаға қарайықшы? Шығармашылық тапсырмаға. 7 саны неліктен киелі? 7 санына қатысты не білесің? Міне, 7 саны. 7 туралы. 7 саны киелі сан екен. Солай ма? 7. 7 шелпек бар. Сосын? 7 ата. Дұрыс айтасың. Сосын? 7 қазына. Дұрыс айтасың. Иә. 7 жұт. Дұрыс айтамыз. Иә. 7 бақан? Жоқ. 6 бақан. 7 иә. 7 жарғы. 7 төс. 7 қат. Дұрыс. Міне 7-ге байланысты қандай атаулар бар екен? Киелі сан, 7 санына қатысты не білеміз? Міне 7 ұрпақ, 7 қазына, 7 шелпек, 7 қат көк дейді мысалы. 7 күн, 7 жұт, 7 жарғы, 7 түс деген екен. Осыны есімізге сақтап қойып тұрмыз керек. Так, ары қарай. Міне, біздің осы 7-ге байланысты функционалдық сауаттылығымызды арттырып жіберейік. 7 қазақ халқы үшін киелі сан. Тыңда, ата бабамыз қастерлеп, салт дәстүрі мен әдет ғұрпына, ата заңдарына арқау етіп келген. Мысалы, қазақтың дәстүрлі дүниетанымда 7 қазына деген ерекше ұғым бар екен. Так, міне 7 қазынаға нелер жатады? Қараңдар, естеріңізге сақтап алайық, жаттап алайық. Жүйрік ат, қыран бүркіт, құмай тазы, берен мылтық, қақпан, алмас кездік, сұлу әйел екен. Осы біздің 7 деген санға киелі сан. 7 саны деген біздің қазақ халқына киелі сан. Ата бабамыз осы 7 санды қастерлеп келген, салт дәстүрімізге айналдырып келген екен. Соған байланысты 7 қазынаға, міне өздерінің 7 қазынасы бар екен. Жүйрік ат, қыран бүркіт, жаттап аламыз. Құмай тазы, берен мылтық, қақпан, алмас кездік және сұлу әйел екен. Жақсы. Сонымен біздің бүгінгі өтілген тақырып бойынша біз қандай тақырып өттік, балалар? Иә. Сөз таптары. Мақсатымыз қалай? Сөз таптарына қойылған мақсатымыз қалай? Кім айтады? Иә. Али? Жоқ, нешеге бөлінеді деген жоқпын. Сөз таптарына біз не істедік? Салт дәстүр ауыз әдебиетін бойынша не істедік? Өттік. Және сөз таптарын бір-бірімізбен не істедік? Сұрақ қою арқылы ажыраттық. Сұрақ қоюды білдік. Және сөз таптарын бір-бірінен ажырата аламыз. Сөз таптары нешеге бөлінеді? Кім айтады? Жалғас? Қандай? Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Өте жақсы, жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді сөз таптар деген, сонымен ережені қайтарып жіберейік. Сөз мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Олар зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Жарайсыңдар. Зат есім сұрағын кім айтады? Абдурахим? Кім? Өте жақсы. Сын есім сұрағы? Уасила, сын есім? Жоқ. Қандай? Қай? Сын есім сұрағы, Темірлан? Сын есім? Дұрыс. Етістіктің сұрағы? Жалғас? Етістік? Өте жақсы. Отыр. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Енді ары қарай үйге тапсырма 42-ші беттегі 4-ші жаттығу бар ғой манаға. Соны дәптерге жазып келеміз. Және де ережені жаттап келеміз. Енді ары қарай осымен бізге сабағымызға кері байланыс берейік, кәне балалар. Мен не білдім, мен не үйрендім, маған не ұнады, мен үшін қиын болғаны қандай, менің көңіл күйім қандай болды. Кәне соны алдарыңыздағы стикерге жазып шығыңдар. Мен не білдім, не үйрендім, көңіл күйіміз қалай. Кім оқыды? Не үйрендік?
Өте жақсы. Медина? Өте жақсы. Омар? Жеті қазына туралы білдім. Өте жақсы, жарайсың, мықты, жарайсың. Сабақтың ортасында айтылған мәліметті жақсы үйреніп алған екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Біз сөз таптарын білдік, солай ма? Сұрақ қоюды білдік. Кім, нелер, кімдер деген сұрақ, кімнің сұрағы? Қай сөз табының сұрағы? Кім, кімдер? Зат есімнің сұрағы. Жарайсыңдар. Так, сын есім сөз табының сұрағы? Дұрыс, өте жақсы. Сан есім сұрағы? Нешінші, қанша? Отыр, жақсы. Етістіктің сұрағы? Медина, етістік? Өте жақсы, дұрыс айтамыз. Міне, түсінікті ме балалар? Сонымен сөз таптары 4-ке бөлінеді. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Зат есім деген заттың атын білдіретін сөздер. Сөз табын зат есім дейміз. Кім, кімдер, нелер. Сын есім дегеніміз заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген қойылады. Сан есім дегеніміз қанша, неше, нешінші деген сұрақтар заттың санына қойылады. Ал етістік заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақ қойылады. Мысалы, түсінікті ме? Жақсы, өте жақсы. Сабаққа барлығымыз жақсы қатыстық, жақсы қылып бағаландық, жақсы ұпай жинап отырық. Кәне әр топтан неше ұпай жинағанымызды санап жіберейік. Сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Кәне, қосамыз бір-біріне. Бір-біріне қоса ұпайларымды алған. 23 сіздер? 24 жарайсыздар. Тағы? Сіздер? Медина? Неше сіздер? 28 ұпай екен. Кімнің? Амиран тобы. Сіздер? Медина? 28 ұпай екен. Жарайсыздар. Өте жақсы. Барлығында жақсы ұпай жинаған екенсіңдер. Жарайсыздар. Сабақ? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет барлықтарыңызға.